Қаршы жалпы орта білім беретін мектебінің 8 сынып оқушысы Молдағали Амел. Менің отаныма, менің бастамам атты шығармашылық жобалар байқауында Қазақстанның 100 жаңа есімі атты номинация бойынша Қаршы жалпы орта білім беретін мектебінің түлегі танымал суретші Абат Тастаев ұлы туралы айтатын боламыз. Қазақстанның 100 жаңа атты есім номинациясының тақырыбы туған жерден тамыр үзбеген талант. Еліміздің алғашқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, жалпақ жұртыңды игі алашыңды құрметтеу алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдарын ардақтаудан басталады. Тастаев Абат Қажығариұлы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, Батыс Қазақстан облысының суретшілер одағының мүшесі. 1949 жылы 2 наурыз күні Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданында Еңбек ауылында дүниеге келген. 1966 жылы Қаршы орта мектебін бітіріп, Қаршы мектебінде сурет сызу пәнделеріне сабақ берген. 1970 жылы Алматы көркем сурет училищесін аяқтағаннан кейін Мәскеудегі Тоқыма академиясының қолдамалы көркем сурет институтын 1977 жылы бітірді. Студенттік кездерінде Алматыда және Мәскеудегі суреттері бейнеленген. Абат аға отбасымен бірге және жолдасы Гүлшара, қызы Айдан. Абат аға бұл суретте отбасымен және жолдастарымен. Қазақстан Республикасының суретшілер одағының мүшесі. 1973 жылы халықаралық бүкіл одақтық және республикалық көрмелерге қатысып келеді. Оның шығармаларының негізгі арқауы өз халқының тыныс-тіршілігі. Ауылда туып өскен суретші ұлттық психологияны терең біледі. Сондықтан да болар, ол түсінік танымы бояу тілімен асыл шықпады. Жүректен шыққан дүние өзгеге де ұғымды келеді десек, Абат ағамыздың шығармаларынан сізде табиғаттың құпиясына қанығып, жан дүниенің нұрлана түскендей болады. Табиғатпен астасып жатқан бояу реңкі арқылы құлағыңызға сол дала үні келетіндей, суретшінің қай шығармасы да болмасын, ұлттық психология түсінікті ниет иесінің негізгі мақсаты да осы. Көрме тізімі Алматы қаласында, Киев қаласында, Ташкент, Мәскеу, Алматы, Юрмала және Орал қаласында бейнеленген баяндалған болатын. 1990 жылы арнайы тапсырмамен Қазақстан суретшілер одағының облыстық бөлімшесін ашуға Орал қаласына көшіп келдім. Облыс суретшілері бөлімінің алғашқы басқарма төрағасы 2001 жылы Орал қаласына өзінің жеке сурет көрмесін ашты. Бүгінгі таңда Тастаев Абат Қажығариұлы Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысының суретшілер одағының мүшесі болып табылады. Абат ағамыздың шығармашылық туындылары. Әрмен 2001 жылы майлы бояумен, өмір 1990 жылы және де матамен майлы бояумен салынған. Нәтижесі 1976 жылы Кардоннан Темпера, желтоқсан тақырыбында Бос ат 2006 жылы майлы бояумен салынған. Дала рухы Құрманғазы майлы бояумен, байланыс қосшысына керамикалық рельеф связь 1982 жылы салынған. Өмір 1990 жылы матамен майлы бояумен салынған. Жұбан кесенесі. Абат Тастаевұлы ол өзінің жолдастарымен бірге осы жұбан кесенесіне өз үлесін қосқан. Абат аға жұмыстарымен бірге. Жұбан кесенесінің ішкі көрінісі. Бәрімізге мәлім көрші ауылымыз Мерген ауылындағы мәдениет үйінің маңдайшасында касқа салынған сурет Абат ағамыздың қолтаңбасы. Мәдениет саласында жүрген қайраткерлермен, шығармашылық зиялылармен бірге түскен суреттері. Мұратов Құрманхан ағамен бірге, Мұхатов Табылды ағамен бірге, суретші Ержан ағамен және суретші Тілеу ағамен. Абат аға өнердегі жолдастарымен. Қазақ даласы қашанда таланттарды тербетіп, өсірген бесік болып келді. Әлі де солай бола бермек. Ұлттық бояуымыз бен өрнегіміз, өз бет ажарымыз сурет өнерінен анағұрлым көбірек көрініс тапса, абыройымыз да соғұрлым биіктей болып түспек. Суретшілік еркін мамандық. Халқына адал қызмет жасауды көздеген суретші Тастаев Абат ағамыз биік мансап, атақ дәреже үшін емес, қашанда өз халқының мүддесі жолында өз бар таланты мен күш-жігерін әлі де сарп етпек. Қазіргі таңда Абат ағамыздың жұмыстары Орал, Ақтау мұражайлар қорында және көптеген елдердегі жеке жинақшылардың иелігінде сақталып отыр. Өскелең ұрпақ осындай талантты дара ағамыздың өнерінен үлгі алып, өнер жолын шарттаспаса, нұр үстіне нұр болар еді. Ақжайықтың атын асқақтатар Абат ағамызға шығармашылық шабыт тілей отырып,
Қорытынды сөзімді ауданымыздың ақыны Сағынтай Бейсенғалиев ағамыздың «Абаттың аспаны» атты өлеңмен аяқтағым келіп отыр. Абаттың аспаны. Секілді әлі оқылмай жатқан хаттар, тарихы біздің елдің қаттар-қаттар, қанша әлі ашылмаған алтын кеніш, қанша әлі ашылмаған ақтандақтар. Шуақтай шаңырақтан шашылған-ақ, алаштың азаттығы ашылған бақ. Ол қанша жанбай өшкен ошақтағы, қанша шоқ күл астында жатырмызда. Үрейлімін деген жанға сол шоқтардың береді баба тарих қанша барды. Шіркін-ай, жоғымызды түгелдеп ап, өнердің тарихында қалсақ мәңгі. Деп жүрген ұлдың бірі менің достар, өйткені ертеңгі үлгі елдің достар. Абаттай ағамызға қанат болып, қайтадан самғасын деп келдім достар. Абаттың ақ бесігі ақ жол дейік, алтын қол ағамызға бар бол дейік. Қаз қыран көтерілсін қиясына, кәнекей ақ жолдықтан ақ жол дейік. Сағынтай Бейсенғалиев ақын өза шығармашыл оқырмандар отауының жетекшісі Чапаев ауылы 2004 жылы сәуір айында. Назарларыңызға рахмет.